Қайырлы күн, менің құрметті оқырмандарым, тыңдармандарым, менің каналымның қонақтары. Біз бүгін ағылшын тілінде мәтінмен жұмыс істеп көреміз, яғни ағылшын тілінде жеңіл мәтін оқимыз. Осы уақытқа дейін біз біраз грамматикалық ережелерімен таныстық, біраз сөздермен таныстық. Енді мәтін оқып көрейік. Мен жеңіл мәтін таңдадым. Бұл мәтін қандай да бір жаңа ақпарат үйрену үшін емес. Сіздер ағылшынша оқып, дұрыс сөздерге дұрыс айтылуын біліп, онан кейін аударып, мәтінді қалай түсінесіз, соған сол үшін біраз жұмыстанып көреміз. Яғни бұл мәтінде өзіміздің алдыңғы сабақтарда өткен предлогтарымыз бар, фразалық етістіктеріміз бар. Бір жағынан сол өткен сабақтарды қайталап, мәтін ішінде сөйлемдерде тағы да қалай қолданатын жолдары бар екен, соны тағы бір рет есіңізге салып өтеміз. Бұл мәтінді мен www.wrong.com сайтынан алдым. Бұл сайтта бірнеше жеңіл мәтіндер бар екен. Уақытыңыз болғанда оны да қарастырып көруіңізге болады. Біздің бүгінгі өтетін мәтініміз washing her hands деп аталады. Қол жуу, қол жуу деген мәтін. Өте қысқа, түсінуге оңай. Бұл сайттың тағы бір жақсылығы, сіздерге айта кетейін дегенім, жаңа сөздермен танысуға болады мына жерде. Бірақ өкінішке қарай бұл жаңа сөздер орыс немесе қазақ тіліне аударылмаған, ол жаңа сөз тек ағылшын тілінде түсіндіріледі. Енді сіздің ағылшын деңгейіңіз intermediate, ортадан жоғары болса, онда бәлкім бұл ненің айдардың сізге көмек етер. Әйтпесе келесі sentences, сөйлемдер немесе close деген айдарларға барсаңыздар, онда тест жазуға болады. Мысалы үшін қалай? Сөйлемдердің орындары ауыстырылып берілген, соны сіз орын-орнына қоюыңыз керексіз, және дұрыс қойдыңыз ба, дұрыс қоймадыңыз ба, оны тексеретін де жолда бар. Сонда бұл сайтта жұмыс істеу өте оңай деп ойлаймын. Оңай, пайдалы, сізге пайдалы біліміңізді жетілдіру үшін. Сонымен ары қарай кеттік, енді мәтінімізге оралайық. Мен бұл тексті оқимын қазір. Айтылуы сөздері қиын сөздерді қайталаймын. Сіздердің естеріңізде қалу үшін, сонымен текст сіздердің алдарыңызда көрсетіледі. Менің көмекшілерім монтаж жасағанда, менің көмекшім сіздің алдыңызға тексті көрсетіп қояды. Сонымен кеттік. Faye went into the bathroom. She turned on the cold water. She turned on the hot water. Warm water came out of the faucet. She put her hands under the warm water. She rubbed her hands together. She picked up a bar of white soap. She rubbed the soap with her hands. She put the soap back. She washed her hands for half a minute. Then she rinsed her hands with the water. She turned off the hot water. She turned off the cold water. She dried her hands with a towel. Осындай қысқаша мәтін. Қазір сіздер менің артымнан, менен кейін айтылуы қинау деген сөздерді қайталаңыз, Мысалы үшін, ол мынандай сөз болуы мүмкін. Bathroom, bathroom немесе bathroom емес, bathroom. Жуынатын бөлме. Келесі, turned on. Turned on деп бөлмейміз, turned on. Өткен сабақтарда алған фразалық етістігімізге turned on. Cold water. Кейбіреулер water деп айтады, кейбіреулер water деп айтады. Бәрібір екеуі де дұрыс. Келесі, turned off. Water came out. Келесі сөзіміз hands. Her hands. Ағылшын тіліндегі х әрпі өте жеңіл айтылады. Х почти естілмейді. Біздегі х әрпінде қылып, оны қатты her hands деп айтуға болмайды. Сол есіңізде болсын. Her hands. She rubbed her hands. Видеоны тоқтап, қайталауыңызға болады. She picked up, pick up,
A bar of white soap. A bar of white soap. A bar of soap. Soap сабын. Soup емес. Soup деп жіберсек, ол көже болады. Soap деп айтамыз сабынды. Келесі. She washed her hands. She washed her hands. Her hands. Yeah? Хының айтылуына мән береміз. For half a minute. For half a minute. Half жарты. Бірақ жазылады H-A-L-F. Half деп айтпаймыз. Half деп айтпаймыз. Half дейміз. Half a minute. Half a minute деп, мына жердегі артиклді де созуға болмайды. Артиклді тез айтып өтеміз. Ол құдды осы сөздің, келесі сөздің бір бөлігі ретінде. Half a minute. Half a minute. Minute минут. Half жарты минут. Келесі. Rinse. Rinse шаю. Rinsed her hands. Rinsed her hands. Rinse дұрыс етістік. Оған иди жалғауын қостық. Сонда бізде rinsed her hands деген сөз шықты. Келесі. Turned off. Turned off. Dried. Dried her hands. Қолын кептірді, қолын сүртті деген сөзде. Dry құрғақ немесе кептіру деп аударылады. Келесі a towel. Towel сүлгі, орамал деген сөз. Сонымен бүгінгі мәтінмен жұмысымыз осымен аяқталды. Келесі сабағымызда осы мәтінмен жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Менің каналымда болыңыздар. Рахмет.